Саламатсыздар ма, құрметті математика пәні мұғалімдері? Математикалық регатаның олимпиадасында кездескен есептің шығару жолын қарастыратын боламыз. Бұл есепте дөңес төртбұрыш берілген АВЦ-ді диагоналдары бір нүктеде қиылысады. Яғни О нүктесінде қиылысын. Осы диагоналдардың қиылысуынан төрт түрлі үшбұрыш пайда болады. Олардың жеке-жеке аудандары берілген 1, 2, 3. Және келесі төртінші үшбұрыштың ауданы белгісіз. Оны x деп белгілейміз. Енді осы дөңес төртбұрыштың ауданы нешеге тең деп сұрап тұр. Олай болса, біз мына теореманы қолданамыз. Яғни үшбұрыштардың қарама-қарсы үшбұрыштардың ауданының көбейтіндісі бір-біріне тең. Яғни үшбұрыш АОВ көбейтілген үшбұрыштың ауданы СОД тең С үшбұрыш ВОЦ көбейтілген С үшбұрыш АОД. Енді осы теореманы қолданып берілген үшбұрыштың ауданының мәндерін орнына қойып есептеп көрейік. 1 көбейтілген 3 тең 2х болады. Яғни бізде АО-ды белгісіз x болып тұр. Осы жерден 2х тең 3, x-ті анықтайтын болсақ, 2-ден 3 шығады. Яғни x тең 1,5. Енді бізде бұл нақты орындары емес, әртүрлі жағдайда орналасуы мүмкін. Сондықтан да 3 жағдайды қарастыратын боламыз. Бұл жерде 2 мен 1-дің орны ауысып кетуі мүмкін, немесе 2 мен 3-дің орны ауысуы мүмкін. Сол жағдайларда ары қарай қарастыратын болсақ, 1 көбейтілген 2 тең 3х-ті қарастырып көрейік. Енді осы жерден x-ті анықтайтын болсақ, 3х тең 2-ге x тең 3-тен 2. Келесі жағдай 2 мен 3-дің көбейтіндісі тең 1 көбейтілген x болған жағдайда x тең 6-ға. Олай болса, бірінші жағдай арқылы дөңестің ауданын анықтайтын болсақ, x-тің орнына 1,15 апарып қоямыз. Қосылған 2, қосылған 3, қосылған 1,15. 1 мен 2-ні қосқанда 3, 6, 7,15 болады екен. Келесі екінші жағдайда 1 қосылған 2, қосылған 3, 3-тен 2-ні қоямыз енді. Олай болса, 6,3-тен 2 шығады екен. Келесі үшінші жағдайда біз 6-ны апарып қоямыз, ол кезде 12 шығады екен. Осы үш жауаптың біреуін алсаңыз да қате болмайды.